Сәлеметсіз бе? Автокөлік денсаулығын күту арнасына қош келдіңіз. Бүгін біз өте даулы тақырып туралы сөйлесетін боламыз. Неге сіздің көлігіңізге ешқашан жанармайды толтырып құюға болмайды екен, немесе жанармай станциясындағы бензин пистолеті шертіліп өзі тоқтаған соң көлігіңізді бензинмен ары толтыруды тоқтату туралы қажет екендігін түсіндіреміз. Кәсіби механиктерге бұл адамдардың ең көп қойылатын сұрақтардың бірі. Неге бұл жай ғана емес? Мен не істеуім керекпін, одан істемеуім керекпін? Сөйтіп адамдар жиі дауласады. Мен мұны мәңгі істеп келемін. Менің көлігіме ештеңе болған жоқ. Мен машинама жақсы қараймын, машинамды жақсы күтемін. Бұндай дауларға сізге бұл жолы бәрі сәтті болды деп жауап беремін. Бұның бәрі қалай істейтінін қазір түсіндірейін. Көлігіңіздегі жанармай багыңыз шланг арқылы вейп-канистр деген бу сауытымен жалғасқан. Бұл вейп-канистр немесе бу сауытының ішінде бакта пайда болатын бензин буларын, газдарын, олардың түтіндерін ұстап қалатын фильтр адсорбер бар. Осы фильтрдің ішінде кішкентай сиқырлы көмір бұршақтар бар. Бұл жүйенің жалпы мақсаты адам денсаулығына зиян тигізетін бензин буларын, газдарын ауаға жібермей, фильтрдің ішінде ұстап қалу. Мотор жұмыс істеп тұрғанда фильтрде жиналған бүкіл бензиннің булары моторда жанып кетеді. Яғни сіз жанармай станциясына барып, бос багыңызды бензинмен толтырған кезде бактың ішіндегі будың бәрі фильтр адсорберге сорылып жиналатын болады. Аяғында багыңызды қапшықпен жауып, көлігіңізге отырып моторды тамызған кезде фильтрдің ішіндегі будың бәрі моторға барып, мотордың ішінде жанатын болады. Мінекей, багыңыз бензинға толған, моторыңыз жұмыс істеп тұр. Фильтрдегі будың бәрі моторда жана береді. Жүрген сайын бактың ішінде пайда болатын бу фильтрде жиналып, ары қарай моторға жіберіле береді. Багыңыздағы бензин деңгейі төмендей бергенде, сіз қайта жанармай станциясына барып, багыңызды толтырып, қайтадан будардың бәрі фильтрде жиналып, одан кейін моторыңызды тамызған кезде фильтрдегі будың бәрі моторға барып, жанып, багыңыздегі бу пайда болған қайтадан фильтрде жиналып, сөйтіп, бұл цикл сіз көлігіңізді жүргізген кезде қайта қайталанатын болады. Жүйеден газ түтіндері шықпайды. Ал енді құрметті көрермен, басқа жағдайды қарастырайық. Бензин деңгейі көлігіңізде қайтадан түседі. Сіз жанармай станциясына барасыз. Қайтадан көлігіңізді бензинмен толтыру үшін толтыра бастайсыз. Мінекей, багыңыз бензинге толды. Бензин саптамасы шертіліп, бензинді құюға аяқтады. Бос бактағы будың бәрі фильтрге сорылынып жиналды. Фильтр толып тұрып буға, багыңыз бензинге толып тұр. Енді сіз бензин саптамасын орнына қойып, моторыңызды тамызып, жұмыстарыңызға жүре беруіңізге болады. Бірақ кейбір адамдар жұпсанға дейін дөңгелетейінші деп, ары қарай бакты толтыруға тырысады. Себебі бакпен қапшықтың арасында мына шлангта бір 3, 2, 5 литрге дейін
бензин тағы да құйып алуға болады. Бензинмен багыңыздың аузына дейін толтырғанда, будың орнына фильтрдің ішіне бензиннің өзі сіне бастайды. Фильтрдің ішіндегі көмір бұршақтар бензинға суланады. Яғни фильтр зақымданады. Одан ары моторыңызды тамызғанда чек энжин шығатын болады. Чек энжин жанғанда бірінші ойыңыз бұл жабан бензин себебі деп. Техникалық станцияда бензинді ауыстыруға тырысасыз. Бензинді ауыстырғанмен бактың ішіндегі бензинді чек энжин кетпейді. Механиктер сізге аяғында компьютерлік диагностикамен чек энжиннің себебін анықтауға тырысады. ИВАП жүйесі компьютерлік диагностикаға өте қиын анықталады. Себебі жалғыз қателік жоқ ИВАП жүйесіне тікелей апаратын. ИВАП жүйесінің зақымдануы бірнеше қателіктердің нәтижесі болып есептеледі. Аяғында ИВАП жүйесінің зақымдануын анықтаған соң, сіз бұл жүйені дұрысына келтіруге тырысасыз. Жалпы шығындардың көлемі бұл $3000. Өте үлкен сома. Сондықтан екінші жолы бұл ИВАП жүйесін мүлдем көліктен кесіп тастау. Бірақ та бұл жағдайда кесіп тастағанда бензин түтіннің бәрі, будың бәрі көліктің салонына сіне бастайды. Салон бензинмен иістенеді. Гаражыңыз бар болса, гаражыңыз иістенеді. Үйіңіз гаражбен жалғасқан болса, онда үйіңіз де бензинмен иістенеді. Ал денсаулыққа зиян екендігін айтып та қажет жоқ. Сол себептен сізге айтарым, тұрарлық жағдай емес, багыңызға артық бензин құйып. Бензин саптамасы шертілген соң, өтінемін, бензин саптамасын қоя қойыңыз. Багыңыздың қапшығын жаба қойыңызды, моторыңызды тамызыңызды жұмыстармен ары қарай жүре беріңіз. 2-3 литр артық, 2-3 литр бактағы осындай $3000 шығынға тұрарлық нәрсе емес. Жалпы ИВАП жүйесі, Evaporative Emission System, америкалық автомобильдік инженерлермен шығарылған. 1996 жылдан бастап міндетті заңды түрде әлемдегі әр мәшінге енгізілген жүйе. Яғни, сіздің көлігіңіз 1996 жылдан бастап бері қарай шығарылған болса, онда бұл жүйе сіздің көлігіңізде бар. Ал егерде көлігіңіз өте ескі болса, 1996 жылға дейін шығарым күні, онда бұл жүйе көлігіңізде жоқ. Сонымен, құрметті көрермен, көлігіңізді ешқашанда толтырмаңыз. Көлігіңізді бензинмен сырттан тысқа толтыру қажетсіз нәрсе. Бензин саптамасы шертіліп өзі тоқтаған соң, багыңызды жаба қойыңыз. Ал егерде сізге осы видео пайдалы болса, сізге ұнаса, каналға жазылыңыз, видеоға лайк басыңыз, төменге пікір қалдырыңыз.
Жаратқан ие сізге риза болсын, және күніңіз керемет өтсін. Кеш жарық, мінекейіңіздер. Қазір міне біз толтырамыз. Бірінші шертілгенше бензинімізді. Так, міне. Тосамыз. Қашан өзі толғанша. Одан кейін суырып тастаймыз. Содан кейін тағы да бір мәселе бар. Айтатын бұл қапшық туралы. Қапшықты осы ивап жүйесінің бір маңызды бөлігі болып есептеледі. Оны да қапшықты да дұрыс жабу керек. Яғни оны да бірінші шертілімге дейін жабу керек. Қатты жауып қажет жоқ бұл қапшықты. Қазір мінекей толады. Естіліп жатыр. Бағымыз толады қазір. Толғаннан кейін шертіледі бензин саптамасы. Міне, толайын деп тұр. Міне, шертілді. Оны енді алып тастаймыз. Ары қарай құюға болады. Бірақ та ары қарай құйғанда, мысалы менің машинеме бір 3-5 литрге дейін шүйдіруға болады, мына қапшыққа дейін. Оны бірақ та істемей қойыңыздар. Бұл тұрарлық нәрсе емес. Көрдіңіз ғой, көпшілік адамдар осыны жұпсанға апарам дейді. Немесе теңгерім жағынан, немесе литр жағынан. Оны істеп қажет жоқ. Не, қапшықты да дұрыс жабу керекпіз. Бірінші шертілімге дейін. Не, болды, жабылды. Мінекей, көрермендер, осылай толтыра қойыңыздар машиналарыңызды. Ары шертілімнен кейін ары толтырып қажет жоқ. Бұл тұрарлық нәрсе емес. Бұзасыздар. Зақымданады бұл фильтр. Аман жүріңіздер.